La 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 finally, baram. La 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 finally, baram. La 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 birге. Негізі маңызды шаруаларым болатын күні мен осылай ерте жұмысқа келіп аламын. Өйткені уақыт жоқ заманда бәріне үлгеріп уақыт табу керек. Бірге. О, таңғы асым келді ме? Баске мен не таң атпай шақырып алдыңыз? Жай, тек таңға шыққым келіп кетті. Рахмет саған. Болды ма? Болды. Так, жұмыс басталуына әлі 2 сағат бар. Сен бір жерге барып, қисайып ұйықтап алсаң болады. Офис сенің құзырыңда. Любой жерге барып ұйықтай бер. Кей кездері біздің кеңсенің қызметкерлері жұмыстан жалығып не істерлерін білмей кетеді. Сол себепті де арасында болмайтын нәрселермен уақыт өлтіретініміз бар. Іш пысып кетті өтек. Отыра бергенде шаршайды екенсің бар ғой. Бір тұрып жүріп қайту керек еді. Азамат. Мен кеңседе ішім пысқанда бар ғой, бір ойын ойнайтыным бар. Не ойын? Ана қоқы шашын көрдің ба? Иә. Сол уақыт өлтіру үшін сонда қағаз лақтырып ойнайым. Сен вечно мына жер шашылып жатады. Кім шашады десем сен екен ғой, иә? Түріңе қарасаң бір күнәсіз қыз сияқтысың. Ойнап. Жо, ойнайыңыз ба? Ойнайық. Давай. Жаман қағаз бар ма? Бар. Әр қайсымызда 5 мүмкіндіктен болады. Ай, бұл сен кәдімгі дайындап қойыпсың ғой, иә? Кім көп салса, сол ұтады. Бірінші мен бастайын, иә? Давай. Баста. Басқаға қайтты. Айдалаға ластырғаны қалай кетті? Қара мені. Тимей қалды сәл. Ай, білейін, кішкене қалды. Қара мені. Бірден өл. Қазір мен салам қара. Қазір салам Давай. Бірде-бір. Давай, қолда кел. Алло. Аха, 1 сағаттан кейін сол жерде. Жарайды, аха. Кездескенше. Мені құттықтап қойсаңдар болады. Жасым 40-қа келгенде Тараз қаласының қақ ортасынан үй сатып алып жатыр. Пәтер. Бұрын ата-анаммен бірге тұрғам. Әке-шешемнен бөлек шыққым келіп жүр. Үйлену керек. Жасым да келді ғой енді. Елі өтіп кетті. Маған қуанбайсыз да? Алло. Хорошо. Мақпал, сен осы Мақпал Жүнісованың сіңілісі емессің ба? Жоқ, неге? Енді аттарың ұқсас болған соң, сіңілісің ба деп тұрғаным ғой. Негізі фамилиясы ұқсаса ғой сұрайтын. Жарайды, мен кетіп бара жатырмын, сен мыналарға қарап қой, Бақытым қонсын басыма, болады-ау келер демесең. Жүгіріп жүрсем қасыңда, сүйеніш болып келместен. Пародия.
Мақпал Жүнісова. Жарайды. Сән кәз тигізгеннің көкесін көрсетейін. Көрейікші Енді ойнамайтындай қылам мен сені. Міне бұлай тигізет қара. Әй, баламысың деген. Үшке нөл! Үшке өл! Конкретно анау кулерде су ішіп жарысасың ба? Кім көп ішеді, сол жеңеді. Өзің ойнай білетін ойындар пиқайт етпеш па? Оны естіп жатам, жынына тейіп. Не ойнап отырсыңдар? Жұмысың болмасын не? Айтсай енді, не ойнап отырсың? Мынаны атып, анаған тигізу керек, былай. Мынаған ба? Еш көрейін. Сам, сен қалай болады екен, саған қиын емес па? Жоқ, қиын емес. Қазір қара, алыстан атайын е, қазір анау. Ойбай, жақыннан аттың, тигіздің деп шум-шум жүрерсің. Сен сондайың бар еді ғой өзі. Қара мына. Что айтса, бро? Что айтса? Міне, мынау менің аулам. Мына жерде ертең немерелерім ойнайтын болады. Мынау менің үйім, міне. Или мынау ма? Мынау ма? В общем, білмеймін, өзім бірінші рет келіп тұрмын. Қазір менеджер қыз келеді, бәрін түсіндіреді. Жалпы ер адам өмірге келгеннен кейін 3 нәрсе істеу керек дейді. Үй салу керек, бала өсіру керек, тал егу керек. Енді мен үй салмасам да, міне, үй алып жатырмын. Бала енді үйленгеннен кейін болады ғой енді. Тал егу керек, міне. Мына жерге КСК тал ектірсе егем осы жерге. О, Сара ханым. Наурызбай. Мынау менің үйімде рәсімдеп жатқан менеджер ханым Сара. Мына жерге КСК тал ектірер ме екен? Жарайды, жүріңіз. Үйді көрсетіңіз. Кесіз бәрі. Айсыраға тегізді. Сендер де ойнап отырсыңдар ма? Барлықтарың іштерің пысып қапты ғой, е? Наурызбай келгенше ойнап алайық та, әке. Я тебя убью. You harassed baby. Let's go. Fight. Так, офис, битекші. Давай, сөйтекші. Жиналыңдаршы бәрің бері қарай. Жиналыңдар. Офис, жиналамыз. Так, битек. Ақыр барлықтарың іштерің пысып отыр ғой, Давай олимпиада ұйымдастырайық. Не олимпиада? Қандай? Кәдімгі осы офиста отқан, бәрің ойнап отырсыңдар ғой, осы офиста ойындардың арасында олимпиада ұйымдастырайық. Сен де қатысасың ба? Мен қатыссам, паралимпиада болып кететін шығар. Ғой, қыздар жігіттер, Наурызбай кеп қалмай ма? Ол шаруалармен кеттім деген әзір келмейді ау. Әзір келмей. Ну че, бастаймыз ба? Давай! Ал, бісміллә деп оң аяқпен кірейік. Ух ты! Ал, бісміллә деп оң аяқпен кірейік. Бісміллә деп кірсең, үй берекелі болады дейді ғой. Жалпы қазақтың ырымдары қызық қой. Оң аяқпен кір, оң қолмен тамақ же, оң иықпен жат дейді ғой енді. Кішкентай кезімізде оң дей бергесін, үлкейгенде левыйды ойлайды екенсің. Сен де үстімнен левый көріп жүрген жоқсың ба? Жақсы, бөлмелер таныстырайын. Мынау біздің спальный. Ертең болашақта әйеліміз екеуміз тұратын бөлме ғой. Қандай күшті, Стеналары жұқам екен. Ертең көршілерден ұят болып қалып жүрмесін. Жүріңіздер. Келесі бөлмені көрсетейін.
Охо. Мынау қонақ бөлме. Ертең осында бұйыртса ауылдан келген інілерім ба, қарындастарым ба жататын шығар. Ол железі бетон ғой. Қаладан үй алсаң болды. Ауылдағылар студент балаларын жібереді ғой, міндетті түрде. Әйелім рұқсат етер ме екен? Қалай? Мынау жатыр ма? Ұнаса, қағаздарға қол қойыңыз. Сол кезде үй толықтай сіздік. Потолоктарын қараш, потолоктарын. Биік қой, ә? Олимпиадасы. Ал, құрметті әріптестер. Құрметті қатысушылар. Кеңсе ойындарының арасындағы олимпиадамызды ашық деп жариялаймыз. Азамат, біздің дәретханадағы еске арналған свеч емес пе? Жоқ, бұл олимпиадамыздың мәңгілік алауы. Жарайды, мән бермейміз. Мән бермейміз. Құрметті достар, кеңсе ойындар олимпиадасын бастаймыз енді. Ортаға, мархабат. Ал, бірінші ойынымыз кім жылдам деп аталады. Мұнан аяқтарыңызға киесіздер, сосын жүгіру керек боласыздар. Кім қатысады? Жақсы. Арман, сен қатысасың. Арманмен бірге кім жарысады? Айсар апай, көрсеңізші сіз. Қой? Көрсеңізші, Айсар апай. Кеттік ал, көрейік. Мен үш жерден күтіп аламын сіздерді. Ой, мен жеңіп беретін Ал. Дайынсыздар ма? 1, 2, 3. Давай. Сендер мұндасыңдар ма? Мынау міне ас үй. Осы жерде тамақ ішеміз. Қандай күшті, да? Иә, қол қоясыз ба? Иә, маған ана ипотеканың шарттарын тағы бір түсіндіріп жіберсеңіз. Иә, айына 112 мың, 30 жыл төлейсіз. Қалай ол? 30 жыл. Сендер маған 10 жыл деген жоқсыңдар ма? Енді банктың пайызы бар, комиссия бар. Үйде арзан емес. Компьютер айлығыңызды санап 30 жылға шығарып берді. Мынау не мынау? Мынау. Осындай газ бола ма мынау? Мен спичкамен жаға алмаймын ғой мынау. Ол енді жай плита ғой. Мынау бос қой мынау. Маған ақ цвет ұнамайды вообще. Мен ауа жұту керекпін. 30 жыл. Мынау уже стеналар жұқап. Мынау новый үй ма вообще? Қалай ол 30 жыл деген? Мен қазір жасым 40-та, сонда ертең 70-ке келгенде жабам ба мына үйді? Пенсиям да жетпейді ғой менің. Ертең немерелерім, ойбай, атамыздың ипотекасы бар деп қарттар үйіне жіберсе не істеймін? 30 жыл деген. Бұларды қызығы басында әп-әдем бастап келе жатады да, соңында қораға тығып жібере салады. Болмайды мынау. Бірдеңе құтылу керек маған. Вид онша емес екен. Терезелерде сықырлай ма бірдеңе? Мынау жаңа үй ме өзі? Аласыз ба, алмайсыз ба? Алатын болсаңыз, мына жерге қол қойыңыз. Жоқ, мен қол қоймаймын. Мен ойланып қалдым. Жарайды онда. Первоначальный 7 миллионыңыз күйіп кетеді. Не істейсіз? Кім жылдам сайыс бойынша екінші орынға ие болған?
Арман. Ал ендеше бірінші орынға ие болған жанды марапаттауға рұқсат етіңіздер. Айсар апай! Ал бірінші сайыс аяқталды, келесі сайысқа көшеміз. Кеттік! Үйіңіз құтты болсын. Мен дұрыс шешім қабылдадым деп ойлаймын. Өз үйім, өлең, төсегім. 30 жыл деген не ол? Өтеді де кетеді. 30 жыл өтіп кетем дегенше, өзім бұл өмірден өтіп кетпесем жақсы болар еді. Жарайсың. Красавчик, әдемі. Так, Арманға қарсы шығатын кім бар? Ой, жоқ. Алтын медалін құтты болсын онда Арман. Арман! Так, келесі сайысқа өтеміз, кеттік жүріңдер. Гүлнаш, сен сонда вообще ойын ойнамайсың ба? Ойнаймын. Менің өзім ойыным бар. Азамат күніне Мақпалға неше рет келеді деген, соны санап, жазып отырам. Негізінде Азамат менің досым. Ал тағы да құтты болсын. Әр айдың аяғы кешікпейміз бірақ. Рахмет. Қуанышымда шек жоқ. Қаласаңыз қонаққа келіп тұрыңыз. Мен 30 жылда енді осы жерде болам. Құдай қаласа. Еще Құдайды білесіңдер ма сендер? Ол? Жоқ, ештеңе, жүріңіз. Сау болыңыз. Ешақ қатын. 30 жыл ойлашы. 30 жыл. Арман 27 минутта шығады деген кім тікті? Алтын медалін құтты болсын. Тура таптың. Жеңісіме жеттім ол. Мақпал, жоқ қалай отыр? Білмеймін, бірақ жаңаға ойын кішкене ыңғайсыз болған жоқ па? Ешқандай бөтен адам жоқ қой, өзіміз ғана ғой. Коллективтіз. Нормально ғой. Жалпы мен түсінгенім, ипотека алу деген, бір үйді өзіңе, бір үйді банк қалып береді екенсің. Проценттерін көрсең,
Оны еще төлей алмай қалсаң, банк тартып алады екен. Ойлашы, 29 жыл бойы ай сайын төлеп, бір жыл қалғанда төлей алмай қалсаң. Обидно ғой, осыдан кейін қалай үйленесің? Маған үйлену керек. Үйленіп, балалы шағалы болып, сол бала 18-ге келгенде мойнына ипотеканы іліп қой керек қой. Ойнай айтам. Өзім төлеймін. Төлемей қаяққа барамын. Наурызбаев Чукурович. Наурызбаев Чукурович. Тыныштық па, не болып қалды? Бәрі жақсы. Ойланып күтіп. Нені? Алдағы 30 жылымды. Айтпақшы, Басеке, баспаналы болып жатыр екенсіз, үйлі болып жатырсыз. Құтты болсын барлығы. Рахмет. Төлеуді айтсайшы. Саман болсын. Сізге бір тосын сыйымыз бар еді, сыртқа шығасыз ба? Тосын сый? Басеке, біріншіден, бүгін офис ойындарынан олимпиада ұйымдастырғанбыз. Сол үшін сізден үлкен кешірім сұраймын. Екіншіден, сізді бүгінгі жеңісіңізбен шын жүректен құттықтап, сізге медаль тақсақ деп ойлап отырмыз. Алтын медаліңіз құтты болсын, Басеке. Пьедесталға шықсаңыз. Және де екінші күміс медаль осы жерде барлығымыздың көңілімізді көтеріп, осындай керемет ойын ұйымдастырған азаматқа. Басеке, мынау қазіргі қиын кезде үй алғаныңыздың өзі жеңіс қой. Құтты болсын. Олай болса, атамекен тоғыз. Неге атамекен? Дұрыс қой, енді үйді атамекеннен алған жоқсыз ба 30 жылға? Жасыл жайлау, тұтты кілем, көк кілем, көк кілемге көп аунаймын, көп күлем. Маңдайымнан сыйпап өткен самалды, қазағымнан алақанау деп білем. Қайда көрсем атамекен, көкейімде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай онай батады екен. Филиал